Саламатсыз, кіруге бола ма? Кіріңіз. Қалайсыздар? Кеше мен бір анализ тапсырып кетіп едім. Нұрбек, сіздің анализдеріңізді қарап шықтық. Екеуміз де үлкен адамдармыз. Сөзді ұзартпай қояйық. Сізде тек бір ақ ай ғана өміріңіз қалды. Қалай сонда? Бір ақ ай өмірім қалды ма? Қаршы, түсінікті. Бір ақ ай өмір қалды дейді. Жап-жас болып не болып кетті мына өмір. Не істесем болады? Қарызға, кредитке ақшаны алып, ақыры өлетін болсам. Бір нормально қыдырып өмір сүріп кетпеймін ба одан, сөйтейікші. Так, қарызға ақша алып бірден Индияға ұшып келейін. Рикшаларды көру деген арман болып жүреді. Ақыры 30 күн қалған болса, Стамбулды көріп қайтайын ба? Соңғы рет президентский люкс номерге барып жатып қайту керек болып тұр. Сосын KFC крылья шығыпты. Хотя бы соңғы рет соны жеп кетейінші мен. Так, бүгін уже 29 күн ба? Әйтеуір, соңғы рет болсын KFC крылья жеп кететін болдым. Қайтадан қосылып жақсы болды. Жеп ұйықтаймын. Ояндың ғой мені? Алло. Ол Нұрбек өткенде сізге бір диагноз қойбек, сол қате болып шықты. Құттықтаймыз. Кешіріңіз бір жағынан. Қатты уайымдап кеткен шығарсыз. Қалай сонда? Мен деген қырғын қарызға кіріп тастадым ба?